Sizге рахмет Алатай. Сәл кешіккенде депрессия алып қойсын. Балалар, бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Қане, мына тәжірибені кім көрсетіп жібереді? Аслан, келші. Ала ғой. Бұл сутек тотығын катализатор арқылы ыдырату реакциясы. Яғни ағартқыш дезинфекциялаушы затқа калий иодидін катализатор ретінде қосамыз. Сол кезде оттегі бөлініп, көбік көтерілетін болады апай. Өте жақсы. Қауіпсіз, таза, әрі-бәрі есеппен. Жарайсың, Аслан. Отыра орныңа. Рахмет. Аслан, бір минут қолым. Иә? Қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Аслан, көмегің керек. Жақсылығыңды ұмытпайын, көмектесші. Иә, айта бер. Бұл химиядан қалалық олимпиада қайтадан іріктеу болып жатыр. Соған менің орныма қатысып берші. Комиссияда басқа мектептен сені ешкім танымайды дегендей. Бәйчік, осымен кіресің. Не үшін? Бүгін мектепаралық футболдан финалға қатысуым керек. Капитанмын дегендей түсінесің ғой. Көмектесші, 50 мың теңге бер. Жарайды, көмектесейін. Бірақ ақшаң керек емес, сен де көмегің тиіп қалар дегендей. Ол кез келген көмек бауырым. Рахмет. Қадіров Дастан. Келіңіз. Мінекей, тапсырма парағыңыз. Отырыңыз. Сізге 20 минут беріледі. Гүлнар ханым, мен осы сұраған документтер. Аслан, сен не істеп жүрсің онда? Алло? Алло, келдің бе? Жоқ, Асланның директоры хабарласты, тез келіп кетіңізші деп. Тыныштық па, Асланға бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, алаңдама, Аслан туралы емес. Оқу уақыты жайында дейді. Ертең барса болмай ма? Білмеймін, қазір келіп кетіңізші деді ғой. Жарайды, мен онда үйге қайта берем. Бүгінге қабылдау жоқ. Жарайды, үйге жолығамыз. Жақсы. Бұл өте ұят жағдай болды. Білім басқармасына шағым түссе, сіздің ұлыңыз ғана емес, менің де жұмыстан кетуім әбден мүмкін еді. Иә, бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Алтынай ханым, сіз басқарып отырған бұл мектепті еліміздегі ең абыройлы, білімі сапалы, санаулы мектептердің бірі деп білемін. Мектептің деңгейін түсірмей, оқушыларыңыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып,
халыққа қызмет жасайтын азаматтарымызды дайындап шығарып отырған сіздің еңбегіңіз екені айдан анық. Сондықтан сіздің даналығыңызды ескеріп, өзіңізден тағы да кешірім сұраймын. Айтпақшы, Алтынай ханым, айтайын деген, бұл мектеп бәрімізге ортақ. Сондықтан осы мектепте қандай да бір іс-шараларға көмек керек болып жатса, бірден хабарласыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Бақытбек мырза, біз ересек адамдармыз ғой. Жағдайды дұрыс жағынан түсінеміз. Асланның өзіне дейді екен. Кешіріңіздер, екінші қайталанбайды. Тосыңа көмектескім келген шығар. Оның да дұрыс деп есептеймін. Бірақ бір нәрсе есіңде болсын балам. Әр нәрсенің негізіне үңіліп үйрен. Жарай ма? Уақыт өзгереді. Күндердің күнінде өзіңмен өзің қалатын сәттер болуы да мүмкін. Сол кезде өзіңді танымай қалма балам. Жарай ма? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы түсіндім. Рұстам ба? Иә. Ертең демалыс алам. Екеуміз балыққа барып келейік, иә? Анаң маған ренжулі. Кешке гүлмен келмесем, үйге кіргізбей қоятын шығар.
Сәуле ханым, қайғыра көңіл айтам әрине. Мен сізді түсініп тұрмын. Бірақ сіз де бізді түсініңіз. Қолымда тұрса солай істеп берер едім. Енді қанша дегенмен бірінші сыныптан бері осы мектепте оқып жүрген бала ғой. Олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып дегендей. Ақшасын ешқашан кешіктірген емес біз осы уақытқа дейін. Бәрін түсініп тұрмын, Сәуле ханым. Бірақ учредительдер бар. Мектептің өзінің заңы бар, шығындары бар. Сол себепті өкінішке қарай мұндай жеңілдіктер қарастырылмайды. Ренжімеңіз. Қаласаңыз, Асланға жақсылап мінездеме жазып берейін. Қолымнан келетін сол ғана. Ақшасын реттегесін осы мектепке қайтып кетсек бола ма? Себебі осы мектепте оқыған әкесі қатты қалап еді. Мен үшін аманат. Әрине келе аласыз, уайымдамаңыз. Сізге сойып берейін, жоқ рахмет. Сау болыңыз, кешіріңіз.